Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және менің арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін кәдеден, яғни кабачкиден осындай трубочкалар дайындап жатырмын. Менімен бірге болыңыздар дегім келеді. Ол үшін мен 2 кәді, яғни кабачки алдым. Оның қажет емес жерлерін әрине кесіп тастаймыз. Және мен бұл кабачкиді қақ ортасынан бөліп алғым келіп тұр. Және осындай ұзындықта жасайтын боламын. Міне кабачкиді 4 бөлікке бөліп алдым. Және 1 сантиметрдей қылып, және үлкен осындай жолақтарға бөліп аламын. Бұл кабачкиді мұндай қылып пісірген, жаңағы тауық қанаттарынан жаңағы кепсе пісіреміз ғой, сол сияқты болып шығады. Дәмі де сондай болып шығады. Тек жұмсақтау болады әрине. Міне осындай көлемі осындай болды. Енді бұны бір үлкен ыдысқа салып, суын шығару үшін кішкене тұздап қоятын боламыз. Мен бір шай қасық тұз алдым. Енді соны жақсылап тұрып араластырып қоям. Басқа жұмыстарымды жасағанша бұның суы шығып тұрады. Әптен араластырдым. Енді менде осындай панировочный сухарик бар. Бұл жаңа балыққа да және көкөністерге де пайдалануға болатын зат екен. Сондықтан мен жаңа осыны пайдаланып көрейін деп жатырмын. Бұл менің бірінші пайдалануым. Егер жақсы болса тағы алатын боламын. Енді бұл жаңағы ұнтаққа мен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 2 қасық паприка алып жатырмын. Және менде бір кішкентай ғана сыр қалған екен. Осы сырды араластырып жіберсем, қалай болады екен деп ойлап осыны қосайын деп жатырмын. Егер жақсы келетін сыр болса, онда әрине өте әдемі шығады. Бұл менде күнделікті пайдаланып жүрген сыр, сондықтан мен оны қаншалықты духовкада еретін білмеймін. Сондықтан ештеңе айта алмаймын. Енді осыны жаңағы ұнтағымызға араластырамыз. Міне мен осындай қылып араластырып болдым. Енді бөлек ыдысқа мен бір 2 жұмыртқаны жарып, онда араластырып қоям. Жақсылап тұрып. Енді жаңағы тұздап қойған кабачкаларымызға кірсек, тым жақсы суы шығып тұр екен. Енді мен оларды енді бөлек ыдысқа осындай салфеткалар салып сорғытып алатын боламын. Суы шығып терлеп тұр екен. Енді оның үстінен тағы да салфеткамен кішкене сорғытып алайын деп жатырмын.
Міне осыменен біздің кабачкаларымыз дайын. Енді мен осындай бір шұңғылдау ыдысқа сол жаңағы сорғытып алған кабачкаларымды салам. Бұл бір өте жақсы әдіс екен. Мен оны осы бір бейне жазбадан көрген болатынмын. Содан кейін осындай әдісті үнемі пайдаланып жүрмін. Бұл өте тиімді әдіс. Қазір көресіздер. Енді бөлек ыдысқа ұн салып алмайық. Осы ыдысқа 1-2 үлкен ас қасықты ұнды салып, осылай қылып жақсылап тұрып, соққылап араластырып алсақ, біздің кабачкаларымыз осындай әдемі болып шыға келеді екен. Мен соңғы кезде баклажандарымызды бәрін осындай әдіспен пайдаланып жүрмін. Өте тиімді әдіс екен. Міне осындай әдіспенен қалған кабачкаларымыздың бәрінде осындай қылып жасап аламыз. Міне бізде бәрі дайын болды. Енді қазір жаңағы жұмыртқамызға жаңа кабачкаларымызды аунатып аламыз. Және жаңа жасап қойған панировочный сухаригімізге де аунатып аламыз бәрін. Міне осындай әдіспенен қалған жаңағы кабачкаларымыздың бәрін осындай әдіспенен бәрін пісіріп алатын боламыз. Міне осыны кішкене сілкіп алып, духовкамыздың табасына қойып бәрін орналастырамыз. Мен 200 градуста жарты сағаттан артық қызарғанша қойып алдым. Менде әсел пеш, қызуы өте кішкене нашарлау. Сондықтан да газдың пешіндей болмайды қанша дегенмен. Енді барымызша пісіріп алатын боламыз қазір. Міне осындай болып аунады. Енді мен сырларым өте ұзын болып туралған екен. Негізінде уақыт болуым керек екен. Міне менің кабачкаларым осылай дайын болды. Жасап көрсеңіздер еш өкінбейсіздер. Балалардың сүйіп жейтін тағамы. Құрметті менің оқырмандарым, егер менің видеом ұнаса, арнаға тіркелуді, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнамда кабачкиден өте көп рецепттер бар. Көріп тамашалауларыңызға болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.